Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Диконайт, және бүгін мен сіздерге бір сұраққа жауап беретін боламын. YouTube'қа кіреміз. Осылай. И менің аккаунтыма кіреміз. Вот. И міне мынандай вот осындай аваны қақтан аламыз дегендерге мен сұраққа жауап беремін. Мына затты Play Market'ке кіреміз. Осы затты Play Market'тен жазып алып аламыз. Кіреміз ішіне. Ішіне кіреміз. Ой, реклама. Короче, вот edit дегенді басамыз. Любой бір дегенді жаза саламыз. Мысалға мен Диас деп жазайын ал. Менің атымды Диас. Міне, вот. Әртүрлі авалар жасап береді осыған. Әртүрлі авалар. Сосын біз бұл авалардан қалай аламыз? Мысалға мен аваны алғым келіп тұр. Мынаны басамыз. Ой. Короче, осылай. И сосын мына түймені басамыз. Вот, бастық. Ой, реклама. Короче, мына затты басамыз. Вот, dismiss. Now. Ой. Вот, logos habit дейді. Міне, вот, ішіне кірді. Вот, енді біз, міне менде Диконайт деген жазу бар. Міне Диас деген жазу бар. Әртүрлі заттармен істесек болады. Осымен видеомыз аяқталды. Сіздермен бірге болған, как всегда, Диконайт. Алдыңғы видеолардың просмотры бомба болып кетіпті. Бірақ достар, бізде неге екі-ақ жазылушы? Неге екеуі-ақ жазылушы? Неге? Өйткені сіздердің мотивацияларыңыз маған көмектеспей жатыр. Сіздер лайкты аямай баспай жатсыздар. Алдыңғы видеоларда лайктар саны азайып кеткен. Ал менде тек екі-ақ жазылушы. Егерде мен осы аптада 10 немесе 20 жазылушыға жетпесем, каналымды жауып тастаймын да, жаңа канал ашып, сіздерге жаңа видеолар шығаратын боламын. Ал ендеше сіздермен бірге болған мен, как всегда, Диконайт. Қош сау болыңыздар.